Армысыз көрермен. Бүгінгі эфирімізде жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз не? Оны немен жейміз? Жалпы жасанды интеллект дегеніміз өздігінен еркін ой қабылдайтын нейрожелі. Жасанды интеллектте ең қажеттісі бұл промпт. Промпт дегеніміз не? Промпт дегеніміз, яғни жасанды интеллектке сіз берілетін мәліметтер тізбегі. Ең алдымен OpenAI компаниясының ең танымал ChatGPT-мен танысайық. ChatGPT-ге кіру үшін мобайл қосымшада ChatGPT деп тереміз, болмаса осы chatgpt.com сайтына кіріп, осы жерден тіркелсек болады. ChatGPT-ге тіркелу үшін сайттың оң жақ бөлігінде «Создать новый учетный запись» дегенді басамыз. Осы жерге өзіміздің электронды почтамызды енгізуіміз қажет. Мен өзімнің электронды почтамды жаздым. Продолжить деген батырманы басамыз. Осы бөлімге жаңа паролімізді енгіземіз. Тіркелген сосын осы ChatGPT бөліміне кіріп, осы жерде промпт жазатын бөлімге өтеміз. Промптқа не дейміз? Мен мысалы бүгін мұғалім қызметінде болайын. Осы жерге ең пайдалы мұғалімдерге қажетті промпт енгізейін. Мысалы, мен химия мұғалімімін. Маған 8-ші сыныпқа арналған химиялық реакциялар тақырыбында сабақ жоспары қажет. Осыны кесте түрінде бер. Мен промптты жаздым. ChatGPT ойланып, маған осы қажетті команданы шығарды. Көріп отырғандай маған барлық сабақ кезеңін көрсетіп отыр. Яғни бұл жерде көріп отырғандай кіріспесі бар, түсіндіру бар, тәжірибелік жұмысы бар, қорытындысы бар, үй тапсырмасына нені беру керектігін барлығын шығарып отыр. Яғни осы уақыт аралығында көрсетіп отыр. Дәл осылай сіз де өзіңізге қажетті пайдалы промптты енгізіп, жасанды интеллектті өзіңізге тиімді пайдалансаңыз болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.